Жетелген өмір жалғанда, армандарың орындалғанда, атың озық жолың болғанда, жолың болмай көңілің қалғанда, қара көзің мөлдір қиналатын сол жүрек. Асу бермес биік шыңдардан, ашу жеңбес күйік мұңдардан, алып өтер сені түрлі арман. Тағдырыңа болсаң тыңдарман, сынбай өтсең небір сындардан, ән салады саған бұл жалған. Орман асқар тау неге, жалынышты жарық сәулеге, салсын арман мейлі әуреге, атып тұрған таңға тәубеде. Қара көзің мөлдір қиналатын сол жүрек. Асу бермес биік шыңдардан, ашу жеңбес күйік мұңдардан, алып өтер сені түрлі арман. Тағдырыңа болсаң тыңдарман, сынбай өтсең небір сындардан, ән салады саған бұл жалған. Ашу жеңбес күйік мұңдардан, алып өтер сені түрлі арман. Тағдырыңа болсаң тыңдарман, сынбай өтсең небір сындардан, ән салады саған бұл жалған. Ән салады саған бұл жалған. Байлап асқақ арманын, жасаған елге жақсы амалдарын, жандары жайсаң жақсы адамдарым, тағдыр жолында танысқандарым, жалған өмірде жарысқандарым, қалжыңда бүйіп Мерей, Алмалы ауылынан сені апару керек. Алмалы ауылының тумасы, Жазиралы Жаркент жерінің. Мықты Данияр ұстазымыз Бестөбе ауылының, Жазиралы Жаркент Бестөбе ауылының наиб имамы, білімді азамат. Өзіңіз бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз, мақсатымыз қайда баратырық, не мақсатпен баратырық? Кезіндегі аталарымыз барған басқан жерге Аллахтың қалауымен бүгін қанша уақыт өткізіп бара жатырмыз, Аллаға сансыз шүкір. Сол жерге барып қазір самаурынымызды қойып, жақсы әңгімелерімізді, сұхбаттарымызды жүргізсек деп отырмыз. Машалла. Кезінде аталарымыз Мұхамеджан ағамыз айтады ғой, бәрінде көрсетіп тұр, тарихтарынан қазақтар Құдай деген халық болған. Иманы күшті кезде бабаларым осынау кең даланы алып қалған деп ше. Аха. Мына табиғатқа қарай берсек тоймайсың да. Ата-бабаларымыз сондай алып қалған табиғаты, талай жерлерін көресіз. Одан бөлек Алла тағаланың қандай керемет нығметтерін беріп қойғандығын шүкірлік етесіз да. Алла разы болсын. Алланың берген табиғаты. Дәулет Батыр, Алмалы ауылының тумасы, Жазиралы Жаркент жерінің батыры, қазақ халқының батыры, иншалла. Бір-екі ауыз сөз өзің. Біздікі көзбен көріп, сосын сіздерге эмоциямызды жеткізуге нақты мақсат. Сіз көресіздер бе? Красавчик.
жол деген міне Мирас деген палуанымыз бар, үстінде жатыр, бәріміз уайымдап отырмыз соны. Үстінде видео түсіріп отыр. Қазір көрсетейін сіздерге. Реальный событие. Керемет табиғат, керемет жерде келатырмыз. Жаркент, Жоңғар тауы. Жоталардан железді көк қарағай, көк баладай күбір кеңесті қасқа бола тастан қола бара жатыр шапқылап шыңылдаған сыбырлаған айғай тастар саққұла шыңылдаған сыбырлаған айғай тастар саққұла Asqarlar күннен бөркі гүлден көркі тау тамаша тау алып Қазангөлге сапарымыз жалғасып келе жатыр. Қорғас өзенінің қосылатын жерлері міне. Негізі Қорғас өзенінің көп жерлері, тамаша әдемі жерлері біздің Қазақстаннан шығады екен. Мирас болған. Қорғас өзенін айтамыз да, көп жерлер біздің жерден шығады екен деймін да. Көк туды желбіретіп жүрген бауырым. Тамаша. Көкпардан Жәке. Айналаңа сайға қарап шыңға қарақ маңдай бала шағың болашағың көктеп келе жатқандай бала шағың болашағың көктеп келе жатқандай Қазангөлге бір 5-6 шақырымдай қалдық. Жақын қалдық қазір. Алла нәсіп етсе. Мына тауда ассақ, көрсетті. Мына тауда асатын болсақ. Бұйырса Қазангөл. Мынау ар жағы. Бізбен бірге болыңыздар. Оу, Даке. Аз қалды Айдеке, аз қалды. Жолды ремонттап отыр мына жақта. Бір самаурын жай болады қазір. Қазангөлге дейін өте аз қалды. Алла нәсіп етсін. Аллаға шүкір. Дәкенің қолында сірне. Бүгін Қазангөлді бағындырып, Құдай бұйырса басына самауын қойып шай. Кезіндегі Көлшібай ата, Малдыбай ата, Мейірман аталарымыздың барған жеріне алғашқы болып Айдос бауырым екеуміз иншалла бара жатырмыз. Машалла. Тамаша. Артта біздің жігіттер келеді. Алғашқы Қазангөлді көруіміз. Бәрекелді. Қараңыздар қандай көрініс. Машалла. Аллаху әкбар. Міне, Қазангөлге де жеттік. Ондай жартас таулардың
Қарағайлы таулардың үстінде орналасқан кереметтей Қазанкөлге міне жеттік. Альхамдулилля, Аллаху акбар. Тамаша. Аңсаған аппақ арманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса керемет, жанымды жырға бөлеме, өзіңе мені шақырар алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң, мына әлемді сүйікті етші, сүйікті етші, сүйікті етші, сүйіктім. Күз келсе қалқып тазамын, көрімін бояу ғажабым, сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын, хат қылып тағы жазамын. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң, мынау әлемді сүйікті етші, сүйікті етші, сүйікті етші, сүйіктім. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң, мынау әлемді сүйікті етші, сүйікті етші, сүйікті етші, сүйіктім. Арманым болып орындалшы, түсіме айналбай анда, керек болса жанымды алшы, барымды алшы, барымды алшы аяулы. Көріп тұрғандарыңыз Қазанкөл деген қазақ елінің бір мақтанышы деп айтсам болады. Керемет табиғат, керемет көл. Көпшілік бұл көлді біле бермейді. Жалпы енді бұл мынау жер жанаты Жетісу, Жазиралы Жаркент деген жердің табиғаты болады. Өзім осы жерде туып өскенмін. Бала кезімізден осы Қазанкөл жайлы еститінбіз. Бірақ міне қазір мен биыл Алла нәсіп етсе 30-ға келемін. Сол 30-ға келген 30-да адам орда бұзады дейді ғой. Орда бұзады деген жаста міне келіп Қазанкөлді бағындырып, көріп, табиғатына тамсанып жатырмыз. Кереметтей табиғат, мынау жаудың өті, шекараның шебі, Қытай мен Қазақстан
шекарасында орналасқан көл. Жалпы Қазақстанға жатады. Біздің енді мынау батыр бабаларымызға сансыз рахмет деп айтамыз. Осындай керемет жерлерді біздер үшін аманат етіп қорғап қалғанға. Біз үшін осы жерлер аманат деп ойлаймын. Келешекте бізде ұрпақтарымызға осы аманатты табыстауымыз керек. Еліміз аман болсын ағайын, жұртымыз тыныш болсын. Сағынамын мен киелі даламды, туған жерім өскен қаламды. Самал желі маңдайымнан сипайды, еске салып аяуланамды. Туған жерім ыстық ұям кеңіем, асқақтайды ұл қызыңмен сенің мерейің. Жүрегімді ал жүрегімді берейін, айналайын туған жер, одан өзге не дейін, не дейін демейін. Туған жердің көркі болған гүл қандай, туған жерде туған болғандай. Ақ жүрегін ұстатады қолыңа, бір анадан бірге туғандай. Туған жерім ыстық ұям кеңіем, асқақтайды ұл қызыңмен сенің мерейің. Жүрегімді ал жүрегімді берейін, айналайын туған жер, одан өзге не дейін,